Сәлем достар. Бүгінгі видеода Дулат Исабековтың Гаухартас романы бойынша өз пікірмен бөлісетін боламын. Бөліспес бұрын өзімді таныстырып өтейін. Менің атым Армангүл. Бұрын соңды подкаст түсірмегем, видеоға түсіп көрмегем. Бұл алғашқы подкастым, және де подкастты түсіру мақсатым өзімді кітап оқып үйрету. Яғни бұрын соңды кітап оқымадым деп айтпаймын, оқыдым, бірақ кітапты басын бастаймын, ортасына дейін жетемін, соңына дейін оқи алмаймын, тастаймын. Жалпы өзім декреттегі анамын, сол себептен өзімді дамытуды, өзімді қолға алуды мақсат қылып отырмын. Сондықтан егер менімен бірге кітап оқып бастағыларыңыз келсе, қош келдіңіздер. Сонымен Гаухартас романы бойынша пікірмен бөліспес бұрын кітап оқудағы өзімнің осы аптадағы лайфхактарымен бөліссем, яғни ең алдымен ең алғашқы кітапты көркем әдебиет ретінде таңдадым. Себебі көркем әдебиет сюжетті болғандықтан оны оқу қызықты, біріншіден. Екіншіден, Гаухартас романы тек қана 70 беттен тұрады. Қысқа болғандықтан оны оқып бітіру оңай, және де бір апта уақытқа 70 бетті бөліп тастадым. 70 бет күніне 10 беттен, яғни таңертең 5 бет, кешке 5 бет. Ал енді Гаухартас романына көшетін болса, бұл роман өте қызықты, шынымен де. Соңы не болады екен деп оқып, бірдемен оқисың. Дулат Исабековтың тілі жеңіл, яғни көркем әдебиет болса да, көркемдегіш құралдары көп болғанымен түсінуге оңай кітап. Бірінші бала тәрбиесі. Бала тәрбиесі, яғни әкенің, ананың тәрбиесі. Бірінші балаға деген қатынас қандай, екінші балаға деген қатынас қандай, үлкен бала, кенже бала деген сияқты мәселелер қозғалады. Екіншіден, өмірге деген көзқарас. Әр адамның, бұл романдағы әр персонаждың өмірге деген көзқарасы әртүрлі. Яғни бірі өмірді сүйіп, өмірге деген құлшыныспен өмір сүргісі келетін болса, екіншісі керісінше тек қана бір ағынмен, сарынмен жүре беретін адам болса, үшіншісі жаңағы айналадағы табиғатқа, сұлулыққа масаттана, таңдана, тамашалай қарап жүрген адамдардың әртүрлі болған көрінісін көре аламыз. Негізі роман Гаухартас деп аталғанымен, бұл шығармада ешқандай Гаухартас деген Гаухар есімді немесе Гаухартас туралы, тек қана Гаухартас әнін сүйетін Салтанат жайлы болды. Және де Салтанаттың өмірге деген көзқарасы, барлық нәрседе тек қана жақсылықты көруі маған өте ұнады. Бірақ өкінішке орай жағымсыз да кейіпкер болды. Яғни Ыбыш сияқты қолда бар алтынның қадірін білмеген, Салтанатты бағаламаған, және де сол кездегі мәселелерді көтеріп жатыр деп ойлаймын Дулат Исабеков. Себебі ол кезде сүйгеніне емес, ата-аналары қалаған адамға тұрмысқа шыққан қыздар, жігіттер болса қалаған қыздарын емес, ата-анасы таңдап берген қыздарды алған. Сол себептен бір-бірін сүймесе де отбасы болып өмір сүруге мәжбүр болған бір отбасы жайлы шағын оқиға. Сондықтан оқуларыңызға кеңес беремін, және де келесі аптаға қойып отырған, мақсат қылып қойып отырған кітабым Кемел адам, Қайрат Жолдыбайұлының. Бұл кітап енді басқа сарында, психологиялық сарында, және де бұл кітап көлемді. Сол себептен маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Егер бұл кітапты оқып жатсаңыздар, мен түйген ойдан басқа ой түйіп жатсаңыздар, онда комментарийге жазып кетіңіздер пікірлеріңізді. Әр комментариймен танысатын боламын, және сіздердің пікірлеріңізді оқуға қуанышты боламын. Сіздермен болған Армангүл. Тыңдағандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар. Және оған ғашық болған қайын баланың деп кім еді ол?